UFC тарихында біршама мықты чемпиондар болған. Әр адамның ойынша оның сүйікті жауынгері мықтылар тізімінде алдыңғы қатарларда тұрады. Алайда, мықтылығына қарамастан үздік бола алмай кеткен біраз жауынгерлер есімізде. Дегенмен, 30 жылға созылған UFC тарихында ең үздік чемпиондар тізімі бар. Бір апта бұрын біз топ 5 ең нашар UFC чемпиондар жайлы сөз қозғаған болатынбыз. Сондықтан, міндетті түрде бүгін біз топ 5 ең үздік UFC чемпиондар жайлы сөз қозғайтын боламыз. Біздің топ субъективті түрде болғанымен, максималды объективті болуға тырыстық. Егер де сіздің ойыңыз біздің топпен келіспесе, комментарийге өзіңіздің үздік чемпиондарыңызды жазып кетсеңіздер болады. Ал осы видео басталмас бұрын, видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп кетулеріңізді сұраймыз. Сонымен қатар, келесі видеода қай тақырыпқа немесе де қай жауынгер жайлы сөз қозғайық, комментарийге жазып кетіңіздер. Ал біз бастаймыз. Топымызды ашып отырған Аманда Нуньес. Аралас жекпе-жек әлеміндегі қыздардың дәрежесіндегі қатарынан 2 дивизионның чемпионы. Және де міндетті түрде айтып кететін жайт. Аманда Нуньес UFC тарихындағы рекордты уақыт. Әлі күнге дейін қатарынан 2 салмақтың чемпионы. 2013 жылы UFC-де алғашқы жекпе-жегін өткізіп, қарсыласының уақытынан ерте ұтып, барлығының көзіне түсті. 2016 жылы жеңілді салмақтың чемпионы Миша Тейтті алғашқы раундта қылқындыру тәсілімен жеңіске жетіп, UFC чемпионы атанды. Кейін Аманда сол кездегі UFC-дің басты жұлдыздарының бірі Ронда Роузиді 48 секундта ұтып, чемпиондық белбеуін қорғап шықты. Оның жеңген қарсыластарына көңіл бөлсек, ұзақ уақыт бойы UFC-дің аса жеңіл салмағындағы чемпион Валентина Шевченконы 2 рет ұтты. Ракель Пеннингтон атты жұлдызды қыздардың бірін ұтып, сол кездегі құбыжық Крис Сайбергті нокаутқа түсіріп, 2 салмақтың чемпионы атанды. Сөзсіз, Аманда Нуньес UFC жауынгерлері тарихындағы ең үздік әйел адамы. Келесі орында бразилдік Жозе Альдо. Аралас жекпе-жекке муай-тай спорт өнерін алып келген адам. 10 жыл бойы жеңіліп көрмеген Альдо UFC тарихындағы ең үздік жауынгердің бірі. Және де UFC құрмет және де абырой залына енгізілген адам. Әр өткізген чемпиондық кездесулерінде қарсыластарының барлығы мыжылып, беттері қан-қан болып шығатын. UFC-дің жартылай жеңіл салмағының чемпиондық белбеуін 8 рет қорғап шыққан жалғыз жауынгер. Сонымен қатар, кезінде UFC-де жартылай жеңіл салмақ болмаған кезде WEC атты промоушеннің абсолютті чемпионы болып, қатарынан 3 рет чемпиондық белбеуін қорғап шыққан. Кейін WEC-ді UFC сатып алған соң, Жозе өз талантын абсолютті промоушенде көрсете бастады. 2015 жылы Конор Макгрегордан 13 секундта ауыр нокаутқа түсіп, жеңілгеніне қарамастан, уақыт өте келе қайтадан чемпиондық белбеуге қол жеткізді. Сөзсіз, Жозе Альдо UFC тарихындағы ең үздік чемпиондардың бірі және де біздің топымыздың лайықты 4-ші орнында орналасты. Топымыздың қола жүлдесі канадалық Жорж Сен-Пьерге кетеді. Көптеген эксперттер, аналитиктер және де жауынгерлер үшін Жорж Сен-Пьер идеалды жауынгер. Себебі, универсалды төбелес тәсілі мен тактикалық бой үлгісінің арқасында 11 рет UFC-дің жартылай орта салмақтағы чемпиондығын қорғап келді. Сонымен қатар, 2013 жылы мансабын аяқтаған соң, 4 жыл өткен соң UFC-ге қайта оралып, орта салмақтың чемпиондық белбеуін жеңіп алды. Егер де сіздің Жорж Сен-Пьер жайлы күмәніңіз пайда болса, оның қарсыластарына көңіл аудартайын. Жеңіл салмақтағы UFC чемпионы BJ Penn, сол кездегі доминантты жартылай орта салмақ чемпионы Мэтт Хьюз, 2 рубак әлі жұлдызды жауынгерлер Карлос Кондит және де Ник Диас, допингке тойып, әр қарсыласын нокаутқа түсіретін Джонни Хендрикс және де тағы да басқалары. Бұлардың барлығын Жорж Сен-Пьер қиналмай жеңіп, UFC тарихындағы ең үздік чемпиондардың бірі атанды. Екінші орында атаңызға айналған Андерсон Сильва. Мансабын арғы динозаврлар уақыты 1997 жылы бастаған Сильва әлі күнге дейін төпелесіп келеді. 2006 жылы Крис Лейбен атты қарсыласын ұтып, орта салмақтағы UFC чемпионы атанды. Кейін қатарынан 12 рекордтық чемпиондық жекпе-жек өткізіп, әр қарсыласын әдемі тәсілмен жеңіп келді. Сонымен қатар, атаңызға айналған япондық Pride промоушенның чемпионы Дэн Хендерсонды қылғындыру тәсілмен жеңіске жетіп, Pride чемпионы да атанды. Өткізген әр жекпе-жегінде Андерсон Сильва жанкүйерлердің көзіне түсіп, ең сүйікті жауынгерлерінің біріне айналды. Әлі күнге дейін оның аралас жекпе-жек тарихындағы ең үздік жауынгер жайында ұрыс-керістер пайда болып келеді. Андерсон Сильва UFC тарихындағы ең әдемі нокауттардың иесі және де ең үздік чемпиондардың бірі.
Және де біздің топымыздың ең үздік UFC чемпионы Джон Джонс. Өткізген әр жекпе-жегінде атаңызға айналған жауынгерді жай ғана ұтпай, стойкада сындырып, партерде мыжып келген адам. 2011 жылы Джон Джонс сол кездегі ең үздік жауынгерлердің бірі Шогун Руамен кездесіп, оны 3-ші раундта нокаутпен ұтты. Кейін атаңызға айналған Прайд және де UFC чемпиондары Куинтон Джексон, Лиото Мачида, Рашад Эванс және де Витер Белфорт атты жауынгерлерді еш қиналмай жеңіп келді. Олардан басқа Гловер Тейшейра және де Даниэль Корми атты чемпиондарды сындырып, мыжып шықты. Октагонда өткізген әр жекпе-жегінде жеңіске жетіп, бірде-бір рет чемпиондық жекпе-жекті жеңіліп көрмеді. Осының арқасында Джон Джонс рекордты 15 рет чемпиондық белбеуді қорғап шықты. Осы жылдың наурызында 3 жылдық үзілістен қайтып келіп, UFC-дің ауыр салмағының чемпионы атанып, Сирил Ганды қиналмай гильотина қалды. Дәл осылай, Джон Джонс UFC тарихындағы ең үздік чемпион және де біздің топымыздың бірінші орнын алып отыр. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Егер де сізге видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесіде қай жауынгер немесе де қай тақырып жайлы сөз қозғайық, комментарийге жазып кетіңіздер. Біздің топымызбен келіспей, өз ойларыңыз болса, міндетті түрде комментарийге тізіміңізді жазып кетсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған Азамат арнасы сау саламатта көріскенше сау болыңыздар.